Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ас адамның арқауы арнасы. Бүгін біз осындай керемет етпенен макарон қуыратын боламыз. Бұл тағамды жасау үшін бізге ет, сәбіз, пияз және қызанақ қажет болады. Барлығын осылай ұсақтап, турап шығып, алдын ала қажетті заттарымыздың бәрін турап, дайындап қоямыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Қазанымызды отқа қоямыз, майын құйып, май қызғаннан кейін пиязын саламыз. Сосын пиязын осылай жақсылап, қозғап, қуырып аламыз. Қып-қызыл болғанша жақсылап қуырамыз. Бұл макарон тамағын дайындау өте оңай, жеңіл, тез дайын болады. Әрі өте дәмді тағам, тойымды, сіңімді тағам. Пиязын қуырып болғаннан кейін енді үстіне етін салып, тағы да жақсылап, осылай қозғаймыз. Біраз қозғап, қуырып алғаннан кейін отын кішкене пәсейтіп, қақпағын жауып, 10 минутқа жай отта жақсылап етімізді бұқтырып аламыз. Сол кезде етіміз жұмсақ, дәмді болып піседі. Мінекей менің етім қуырылып жатыр. Енді осы қуырылып жатқан еттің үстіне сәбізімізді және қызанағымызды қосатын боламыз. Арасында мінекей макаронымды да осылай ұсақтап, турап, дайындап жатырмын. Мен бүгін макарон тамағын ұзын осы лапшалардан пісіргелі жатырмын. Жеген кезде егер ұзын болса ыңғайсыздық тудырады, сондықтан да осындай кішкентай бөлшектерге бөліп қоямын. Мінекей етіміз жақсы қуырылып жатыр. Енді сәбізін және қызанағын салып, тағы да жақсылап қозғап қуырып аламыз. Қақпағын жауып, 5-10 минутқа тағы да біраз бұқтырып қоямыз. Жай отта қуырамыз. Мінекей менің макароным дайын. Қазір уақытысы келген кезде макаронын саламыз. Мінекей менің етім, салған заттарымның барлығы жақсылап қуырылып жатыр. Енді оның үстіне суын құямыз. Макаронның мөлшеріне қарай суын құямыз. Сосын тұзын саламыз, дәміне қарай. Сөйтіп, осы суда етімізді тағы да біраз қайнатып аламыз. Тағы да бір 10-15 минуттай осы суда етіміз пісетін болады. Етіміз пісуге жақын қалған уақытта макаронын саламыз лапшамызды. Кішкене қозғап, сосын қақпағын тағы да жауып қоямыз. Мінекей менің макароным қайнап жатыр, суға батып тұр. Кішкене макаронымыз мұнда міне суын өзіне тартып алды. Пісуге жақын қалды. Енді тамағымызды дастарханға салып, табағымызға салып, дастарханымызға алып бара берсек болады. Мінекей қараңыздаршы, қандай керемет тамақ болды. Егер сіздерге бүгінгі менің жасаған тамағым ұнап жатса, сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.